Pascal SparkView программасын ашамыз. Датчиктің деректері деген жерге басамыз. Bluetooth деген жерге бассақ, мына жақта біздің Bluetooth құрылғысы көріну керек. Температураны өлшейтін. Қазірге қосылмай жатса, үстіне батырмасына басамыз. Сіздер байқағаныңыздай, мына жақта 445-321 деген құрылғы шықты. Құрылғының үстінде де дәл сондай нөмір жазылып тұр. Үстіне басамыз, және де ол қосылады. Көрдіңіздер ме? Қосылып тұр температура деген. Мына жақта бізге керек график осы. Осыны басамыз. Енді қараңыздар, бұл графикта сол жақта температура көрсеткіші Цельсиуспен көрсетіліп тұр. Астында уақыт секундпен өлшеніп тұр. Біз жұмысымызды бастау үшін ең астына бастау батырмасын басамыз. Нақты бізде бірінші тәжірибе басталды. Мынау біздің қисық. Қазір қозғалысы басталды. Біз 3 стакандағы сұйықтықты өлшейміз. Температурасын ең бірінші стаканда бізде қар бар. Соған салып көрейік. Сіздер байқағандай, біздің қисық астыға төмендей бастады, түсе бастады. 21 секундтан бастап әлі де түсіп жатыр. Байқасаңыздар, 0 деген градусқа шейін жетіп қалды. Енді екінші стаканға саламыз. Екінші стаканда бізде ыстық су бар. 45 секундтан бастап біздің көрсеткіш жоғарылай бастады. Температура өсіп жатыр. Қазір температура 50 градустан асты. Енді үшінші стаканда бізде салқын су, соған салып көрейік. Сіздер көргеніңіздей температура төмендей бастады. Қазір 66 секундтан бастап әлі де төмендеп жатыр. 25 градусқа жақындап қалды. Енді бұл біздің бірінші тәжірибе. Егер біз екінші тәжірибемен жасайтын болсақ, тоқтауды басамыз да, тағы да бастау батырмасын басамыз. Бізде екінші тәжірибе басталды. Екінші тәжірибеде де стакандардың сұйықтықтарын өлшейміз температурасын. Одан кейін екінші тәжірибені жасап болғаннан кейін біз оны бірінші тәжірибемен салыстырсақ болады. Сол үшін тәжірибе сериясы 1 деген жерге бассақ, сіздер байқағандай, бұл жақта бізде екі тәжірибе көрініп тұр, екеуін салыстыруға болады. Сөйтіп жалғастыра берсек болады. Тоқтауды басқаннан кейін тағы да бастаймыз да, келесі тәжірибе сериясы басталады. Сосын осы тәжірибелер серияларын бір-бірімен өлшеуге болады, салыстыруға болады. Сіздерде графикта көргендей. Жұмыс біткеннен кейін тоқтау батырмасын басамыз, және де біздің жұмысымыз сақталған болады. Одан кейін біз жаңа экспериментті ашуға болады, немесе сақтау деген жерге бассақ болады. Мысалы, біз қазір сақтайық. Осы жерге өзіміздің жаңағы зерттеудің атын жазамыз, керек папкаға сақтаймыз. Save деген батырманы басып, біздің жұмысымыз сақталған болады. Немесе мәліметтерді экспорттауға болады. Өзімізге керек форматта, мысалы, екі формат түрі бар, соны таңдап, керек папкамызға оны не істейміз, экспорт жасай аламыз. Болды. Рахмет.